Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін мега шоколадный капкейктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны және шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Жылы сүтімізге 1 шай қасық кофе салып, жақсылап қозғап, жұмыртқалы массаның үстіне қосамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды қосып, миксерлейміз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді өзара араластырып аламыз. Ситадан өткізген ұнымыздың үстіне какао мен разрыхлительді міндетті түрде ситадан өткізіп аламыз. Сұйық массамызбен құрғақ ингредиенттерімізді қосып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Дайын массамызды кондитерский мешокқа құямыз. Енді массамызды осындай капкейктерге арналған капсулаларға құйып, алдын ала қыздырылған 170 градус пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Капкейктеріміз пісіп шықты. Енді капкейктеріміз суығанша кремін дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майға сахарный пудрамызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Енді бөлме температурасындағы творожный сырымызды және алдын ала ерітілген Қазақстан шоколадымызды және какаомызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Крем дайын болды. Мешогымыздың ішіне насадка салып, кремді мешокқа құямыз. Менің пайдаланатын насадкам 1М. Енді кремді видеодағыдай капкейктердің үстіне әдемілеп орналастырып шығамыз. Мега шоколадный капкейктеріміз дайын. Мен сәндік үшін құлпынай жемісін пайдаландым. Осындай керемет дастарханның сәнін беретін капкейктерді жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.